Дәмке, бұл арашаныңар қымбат екен. Сойып жейсіңер, құда сойып келсе, қантип меймандайсыңар дегенге. Жарасы өте жеңіл бұны, мына. Бұны ол, мисал үшін, жүдөміш көрінгенменен мына линия, егізден түгөй селекция. Бұл емі жетіл отатты, қочқор. Мына ал бұйрықтың баласы. Мына 20 құлағы, 10 айлық қозы. А мына тирик жайдары, мынаны сояуыз. Мына. Бұны не жалқа бұны сойыш. Бұл сойыштың қойына семіз. Қонақ келіп қалса, бұдырук жамандық жақшылықта бисмилля деп сой бергенге не жалқа мына. Ұшы берген көштіле берет мына. Айырмасын көргілі, өкөтең 10 айлық қозылар. Мұны 10 айлық, мұны дағы 10 айлық. Құлақ 20 бұйрықтың баласы. Сойышқа үшін төле сәкен. Бір-екі жайдардан ап келіп таштап қосыңар. Мына сәкен сойып қосыңар. Ан жарас жеңіл, трагедия емес бұл. Мұнаки Альпина. Машалла, жігіттер. Альпина. Түс өзгөрөт дедімелі ғой, жігіттер. Бұл бурый, темный деп аттылы. Мықты болып қалып, құдай білсем. Құлақ жатыш расположение. Костяк. Бардығы ордорында көрсем. Альпина, десятка. Альпинаны көрсем елі $10,000 дестеймін, нака. Құтман күн достар. Бұға чейінгі шығарылышта 7 айлық қозу 32 килограмм етке шықты деп шығарбадым бәлі. Ошонда көңіздер комментарий жазыпсыңар анан. Арашан сойып жейби же сойып жебейби. Анан килограммы долларлап болып кетті ғой депчи. Құдайға шүгүр, ушу арашанды бұға чейин қой қатарында эле, эт қатарында эле багып келгенбизде. Анан эми бүгүнкү күндө кардарлардын өздөрүнүн талабы боюнча баалар да өсүп кетти. Бирок анысына карабай, мына биз союп эле жейбиз. Ушул козулар мына эгиздин түгөйлөрү, энелердин сүтү начар, же болбосо тукумдукка жарабайт булар дегендерди ар бир чарбада ушинтип этке алып койгон козулары болот. Мына могу козулар, мына кепкенде көрдүңөрбү? Кепкенде козулар ушулар. Тигин кулагы жок дегенде безухий, мисалы туулган эле ушундай. Кулагында мандельмен туулуп калган. Мына кепкенде козулар. Мына ушулар 32 килограмм чыгып атпайбы байке? Байкелер. Дагы бир жолу айтып коеюнчу анан. Мен коюм, мен козум мынча килограмм чыккан, анан меники мынча килограмм чыккан деп кээ бирөө жазып атпайсыңарбы? Могулар? Мындайча айтканда этке калчу козулар да, эт. Булар байланып тура берет, анан өзүнүн керектүүбүзгө союп жарата беребиз да. Достор, ошондой, мына эттерди эле арык эле көрдүңөр да. Анчейин эле толо элек, мына. Кара эттен өйдө. Орто эти бар козулар. Өз жашоодо мындай бир тумар туткан, эч эсиңен кетпей турган нерселер болот го. Ошолордун бири мына ак короз да мендечи. Ак корозумду көрсөм, кадимкидей сүйүнөм. Себеби ушу ак корозду жигиттер 4,5 жыл мурун, даже 5 жыл мурун сатып алгам. Ушуну тырмактарын көрдүңөр? 4-5ке чыгып калды окшойт. Өзгөндөн, Шоро Башаттан алгам да. Өтө кыйналып турганда 2,5 миңге экен сатып алгам. Буну Ош Жалоо такси кылып жүрүп, анан бир рейстин пайдасына ош короз келген. Короз, мен Омат деп коем да мунчу, берекелүү короз да. Ак короз. Жаныбар. Ту. Ушулар мага жагат да. Рахат алам ушулардан кадимкидей. Мыналар өзүнүн селекциялары бар.